Ket, bismillah. Екінші сабақ. Сөздің өзгермеуі иғраб және сөздің өзгермеуі бина. Cümle сөздерден құралады деген едік. Сөйлемдердегі сөздердің соңғы әріптердің әрекеттері әртүрлі болады. Кейбір сөздердің соңғы сөйлемдегі орнына қарап өзгереді, ал кейбір сөздер ешқандай өзгерісті қабылдамайды. Мысалы, мұғалім. Енді бұны сөйлемге ендіріп қарайық. Қама мұғаллиму. Мұғалім тұрды. Раайту мұғаллима. Мұғалімді көрдім. Захабтум илал мұғаллими. Мұғалімге бардым. Бұл сөйлемдердегі мұғалім сөзінің соңғы үш түрлі болып келген. Алғашқысында домалы, екіншісінде фатхалы, үшіншісінде касралы. Енді хәдә Захабту илал муаллими ма? Захабту илал муаллими. Жақсы. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Жігіттер қараңдар. Енді араб тілінде калималар сөйлемнің ішіне кірген кезде оның кейбіреулері бар, соңы өзгеріп кетеді. Кейбіреулері бар, соңы өзгермесе сол күйінше қалады. Араб тілі ғұламалары араб тіліндегі бүкіл калималарды осы сөйлемнің ішінде енгізген кезде өзгерістеріне байланысты олар үлкен екі топқа бөлген. Өзгеретіндер бар, өзгермейтіндер бар. Соңғы харекеті өзгеретіндері бар, соңғы харекеті өзгермейтіндері бар. Біздің қазақ тілімен айтқан кезде, мәселен, сөйлемнің ішінде бір сөз бастауыш, баяндауыш, пысықтауыш, толықтауыш қызметтерін атқарып жатқан сияқты, араб тілінде де сол сөз фаил, найфаил, мубтада, хабар, тамиз, бадал сияқты өздерінің нелерін қызметтер атқарады. Сол қызметтер атқарған сәтте оның кейбіреулері бар, соңғы харекеттері ауысып отырады. Мысалы, саған не берген? Әл-муаллиму деген сөзі берген. Бірінші сөйлемді қара. Қамал-муаллиму. Мұғалім тұрды. Қамал-муаллиму. Не болып тұр? Муаллим сөзінің харекеті соңғы? Дамылады. Екіншісі, руайтул-муаллима. Не болып тұр? Фатқалы. Үшіншісі, захабту илал-муаллими. Не болып тұр? Касыр болып тұр. Яғни, есімдерде осы муаллим сөзі сияқты бір көп түрлі сөздер бар. Олар сөздің ішінде өзінің атқарып жатқан қызметіне байланысты өзгерістерге ұшырайды. Мысалы, бірінші сөйлемдегі мұғалім сөзінің қызметі бұл жерде фаил. Екінші сөйлемдегі мұғалім сөзінің қызметі мафулун бих. Үшінші сөйлемдегі мұғалім сөзінің қызметі бұл жар мажрур, исм мажрур болып тұр. Яғни, иншалла біз болашақта бұл фаил, мафулун бих, бұл жар мажрур оларды өтеміз. Бірақ бүгінгі сендердің білулерің керек болған нәрсе, араб тілінің ішінде кейбір сөздер бар, сөйлемдегі атқарып жатқан қызметіне байланысты соңғы харекеті не істейді? Өзгереді. Көрдіңдер ме? Кеттік ар жаққа. Енді хәдә бұл сөзін сөйлемдерге кіргізіп көрейік. Хәдәл қалам. Бұл қалам. Касарту хәдәл қалама. Бұл қаламды сындырдым. Кататту би хәдәл қалами. Осы қаламмен жаздым. Міне бұл сөйлемдердегі хәдә бұл. Осы сөзінің соңы үш сөйлемде де өзгеріссіз келген. Жақсы. Кататту бихаза әл-қалами. Қара, хаза сөзін алайық. Хаза. Бізде бұл не? Бұл деген сөз. Бұл да бұл есім. Бұл деген сөз. Хаза қаламы. Бұл қалам. Хаза не болып тұр? Хаза. Осы күйінше тұр, дұрыс па? Бұл жерде хаза деген сөз, яғни иалопта бұл муптаданың қызметін атқарып жатыр. Муптада болса да, бірақ сол хаза күйінше тұр. Енді қара. Касарту хазал қалама. Бұл қаламды сындырдым. Бұл жерде хаза сол тұр, но хаза сияқты тұр, бірақ бұл жерде бұның қызметі мафулун бихтің қызметін атқарып жатыр. Ал енді катабту бихазал қалами, бұл жердегі хаза исм машрурдың қызметін атқарып тұр. Мына жерде муптада болса да, мына жерде мафулун бих болса да, мына жерде жар машрур болса да, бұл хаза не болған жоқ, үшеуінде де өзгерген жоқ. Қорытынды ретінде онда араб тіліндегі сөздер, яғни исімдердің ішінде де, фиилдердің ішінде де сөйлемнің ішіне кіріп, сол сөйлемдегі атқарып жатқан қызметтеріне қарай өзгеретіндері болады, муаллиму сияқты, тағы нелер болады? Өзгермейтіндері болады, кім сияқты? Хаза сияқты. Түсінікті ме? Кеттік ар жаққа қарайық. Сонымен бірге яқуауду отырады етістігін алайық. Сөйлемге ендіріп қарайық. Яқуауду ат-тилмиду. Оқушы отырады. Лам яқуауд ат-тилмиду.
o'quvchi o'tirmadi. Lan yaq'uda at-tilmizu, o'quvchi ish o'tirmaydi. Bu uch so'limda yaq'udu o'tiradi so'zi uch turli bo'lib kelgan. Birinchi so'limda so'zning so'ngi dammali, ikkinchisida sukunli, uchinchisida fathali. Жақсы. Қара, енді енді алдық. Етістік алдық. Етістіктің іші яқуду, фе'л мудори. Яқуду, ядрибу, яшрабу айырмашылығы жоқ. Яқуду фе'л. Бірінші сөйлемде қара, яқуду. Соңғы не болып тұр? Дам болып тұр. Екінші сөйлемде қара, лам яқуд. Соңғы не болып тұр? Сукун болып тұр. Үшінші сөйлемде қара, лан яқуда. Соңғы не болып тұр? Фатхалы болып тұр. Яғни мынаның алдында мейлі ештеңе жоқ. Бірақ мынаның алдында не келіп тұр? Ләм келіп тұр, соңы сугун болып жатыр. Мына жерде ләм келіп тұр, соңы не болып тұр? Фатха болып тұр. Яғни сөйлемнің ішіндегі кейбір етістіктер бар, алдына кейбір әріптер келсе, соңғы харфі не болып кетеді? Өзгеріп отырады. Жақсы ма? Кеттік ар жаққа. Енді қома тұрды етістігін алайық. Сөйлемдерде былай болып келеді. Хәл қома ат-тилмизу, o'quvchi turdimi? Ma qoma at-tilmizu, o'quvchi turmadi. Qoma at-tilmizu, o'quvchi turdi. Bunda qoma turdi so'zida hech o'zgarish bo'lmadi. Mine oslaycha so'ylab Ma qoma at-tilmizu, qoma at-tilmizu. Qara. Qoma so'zini olaylik. Qoma ne bu? Bu yetishdi. Fe'l madi. Qama, kataba, shariba, akala, qa'ada ayirmashlik, jalasa ayirmashlik yo'q. Fe'l madi. Qara. Hal qama at-tilmizu? Qama o'zgarib жатырмы? Yo'q. Ma qama at-tilmizu? Qama o'zgarib жатырмы? Yo'q. Qama at-tilmizu? Qama o'zgarib жатырмы? Yo'q. Осылайша bizde yetishlikning ishinde de, yesimning ishinde de neleri var? Söylemning ishine kirgan кезде өзгеретіндері бар. Әл-муаллиму мен яқуду сияқты. Сөйлемнің ішіне кірсе де өзгермейтіндері бар. Хаза мен қома сияқты. Онда кішігірім мөшеге шейін қорытындайтын нәрсе, жалпы бүгінгі сабақ саған не айтқысы келіп жатыр? Бүгінгі сабақ араб тілінің калималарының ішінде, сөйлемнің ішіне сол калима кірген сәтте, сол сөйлемнің ішінде атқарып жатқан қызметтеріне байланысты соңы өзгеретін есімдер болады, соңы өзгеретін етістіктер болады. Соңы өзгермейтін есімдер болады, соңы өзгермейтін етістіктер болады. Кеттік жаққа. Міне осылайша сөйлем тәртібінің өзгеруіне қарап, сөздің соңының өзгеруін араб тілінде еуроп дейді. Сөйлем тәртібі өзгерсе де, сөздің соңының өзгермеуі бина деп атайды. Сөйлемдегі орынның өзгеруіне байланысты соңы өзгермеген сөзді мұғроп дейді. Жоғарыдағы мысалдардағы әл-муаллиму яқуду, мұғалім отырады сөздері мұғроп, яғни соңы өзгерген сөздер. Сөйлемдегі орны өзгерсе де, соңы өзгермеген сөзді мәбни дейді. Жоғарыдағы хәда бұл, қома тұрды сөздері мәбни, соңы өзгермеген сөздер. Жақсы. Мәбни, яғни бұл жерде. Жақсы. Енді онда қараңдар жігіттер. Сонда бізде и'раб деген нәрсе бар. И'раб деген ол не? Соңы өзгеру. Өзгеру деген нәрсе. И'раб өзгеріп жатқан нәрсе ол не? Ол му'раб. Өзгеру деген бұл не? Ол өзгеру деген процесс. Ал му'раб деген нәрсе не ол? Бұл сол өзгеру процесінің ішінде өзгеріп жатқан нәрсе. Жақсы ма? Мысалы мына жерде мына екі нүктеден не процесс жүріп жатыр? Өзгеру процесс жүріп жатыр. Өзгеріп жатқан нәрселер қане? Міне, әл-муаллиму. Сонда мына жерде өзгеру деген и'раб жүріп жатыр. Өзгеріп жатқан калима не дейміз? Му'раб дейміз. Жақсы ма? Ал мына жерде бина деген бұл өзгермеу, ал өзгермей жатқан сөзі не дейміз? Мәбниюн дейміз. Мына жерде хаза қаламу, мына жерде касарту хазал қалама деген сөйлемде бина бар. Ол не? Өзгермеу деген нәрсе бар. Ал сол өзгермей жатқан хаза калимасы не болады? Ол мәбни болады.
Кей кезде балдар шатастырады. I'rab пен mu'rabты бина мен мабниді. I'rab деген ол не? Өзгеру. Mu'rab деген не? Өзгеріп жатқан сөз. Ал бина деген не? Өзгермеу. Ал мабни деген не? Өзгеріп жатқан, өзгермей жатқан сөз. Мәселен бізде бірінші курс бар да, бірінші курстың оқушылары бар. Екінші курс бар, екінші курстың оқушылары бар. I'rab бірінші курс болса, mu'rab оқушылары. Бина екінші курс болатын болса, мәбни екінші курстың оқушылары деген сияқты. Мен бұны баяғыда наубайханамен түсіндіретін едім. Наубайхана бар. Наубайхана деген нәрсе ол i'rab. Жабылып жатқаннан ол не? Ол mu'rab. Бір наубайханада әртүрлі нан жабылады, бір наубайхана тек қана бір ғана нан шығады. Сонда әртүрлі нан шығатын наубайхананың аты i'rab, әртүрлі нандар mu'rabтар. Ал бір ғана нан шығаратын наубайхананың аты бина, сол шығып жатқан бір ғана нан мабни. Болды ма? Ескерту. Харфтер әрқашан мабни болады. Харфтар, яғни бізде сөз не болса да бізде калиманың үш түрі бар еді. Есім бар, фи'ил бар, сосын не бар еді? Харф бар еді. Есімдердің ішінде және фи'илдердің ішінде өзгеретіндері, өзгермейтіндері болады. Ал харфтердің барлығы ол не? Түгелдей өзгермейді. Бітті ма? Ал бисмилла, жаттығу қандай? Төмендегі сөйлемдерде есім үстіне син әрпі, етістіктердің үстіне фә әрпін, харфтердің үстіне ха әрпін. Өткен сабақ сияқты төмендегі сөйлем нелер жазамыз, жаттығу жазамыз. Есімнің үстіне есімге бір сызық, фе'илге екі сызық, харфке екі сызық сызамыз. Оқышы мысалы. Хаза тилмизун жаа ат-тилмизу. Хаза тилмизун дегенді оқыса бірінші. Хаза тилмизун. Хаза мабни. жоқ, мен мабни деп жатқам. Соны есе сұрағым ба не? Исім фе'ил харф ажырату ғой ол. Дұрыс па? Хаза исім, дұрыс па? Тилмизун не? Ол исім. Жаа фе'ил. Одан кейін не? Тилмизу исім. Одан кейін руайту фе'ил. Муаллима исім. Солай ақырына дейін бітіріп тастайсыңдар. Одан кейін жаттығу бар ма? Бұл сабақта? Жоқ, иншалла. Жақсы. Жарай ма? Яғни бұл наху сабағында, яғни бұл мабдау наху сабағында, наху негіздерінің ең маңызды сабақ осы не қайсы деген? 3-ші, 4-ші, 5-ші сабақ. Осы 3 сабақты кім жақсы меңгере алмайды, ол наху деген пәннен үміт үзеді. Өйткені бұл 3 сабақ өте маңызды, мән беру керек болған нәрсе. Қайталап, қашан түсінгеніңе дейін, жаттағаныңа дейін онымен әрекет жасауың керексің. Өйткені болашақта өтетін сенің фаилің, муптадаң, хабарың, кәнәнің есімі, иннаның хабары, мафулun бихің, мафулun мутлағың, тәмизің, бәдәлің, оның барлығы осы 3 сабақтың артында жүре береді. Барлығында сен, мысалы 4-ші, 5-ші, 6-ші сабақты істеуің үшін осы үшеуі керек болып тұра береді. Сол үшін да 3-ші, 4-ші, 5-ші сабақ осы үшеуі мабдау наху пәніндегі ең маңызды фундамент дейді ғой жаңағы, ең әсәс. Бұдан ешқашан қап кетпеу керек. Қашан бұдан қап кеттің, болды, наху түсінамайсың. Жақсы ма? Жақсы, ассаламу алейкум.